Бұл дұрыс сөйлейік атты бағдарламалар циклы біздің сауалдарымызға жауап беретін тіл маманы Анар Мұратқызы. Біз интонациялық ерекшеліктер жайлы айтып жатырмыз. Бұл жолы публицистика стилінің ауызша формасының интонациялық ерекшеліктер жайлы тоқтала кетсек. Біз өткенде осы алдымызда өткен бағдарламамызда көркем әдебиет стилінің ауызша формасының интонациялық ерекшелігін айтсақ, енді мысалы публицистикалық стильдегі ауызша сөздің интонациясы қандай болатынын айтамыз. Әдетте біз осындай сөзді қайдан естиміз? Теледидардан, радиодан естиміз, сондай-ақ енді көзбе-көз журналистпен сөйлескен кезде сол журналисттің кәсіби мәселелер туралы әңгімелескен кезде ол кісінің аузынан шыққан сөз осы стильдің ауызша формасына жатады. Енді ең алдымен олардың кімге сөйлеп тұрғанын білейік және не үшін сөйлеп тұрғанын білейік, содан барып оның интонациялық ерекшелігін шығарамыз. Олар тыңдармандарына, оқырмандарына сөйлейді. Негізгі мақсаты, публицистикалық стильдегі сөздің негізгі мақсаты адамның ерік-жігеріне әсер ету, оны қандай да бір ақпаратты қабылдау арқылы бір іске жұмылдыру, тағы да басқа осыған ұқсас мақсаттар бар. Сол тыңдарманға қандай да бір ақпарат жеткізіп қана қоймай, оның еркіне, санасына әсер етуді көздейді. Ол үшін бұндай мәтіндер нық дыбысталып, ондағы барлық сөздер анық естілуі керек. Сонымен бірге бағалауыш мәнді тірек сөздерді мәтін бойында интонациялық құралдар арқылы ерекшелеп отырған дұрыс. Енді бағалауыш мәні бар сөздер дегенде сіздер өткен сабақтарымыздан жақсы түсіндіңіздер. Ал енді интонациялық құралдар арқылы ерекшелеу деген не дегенде, оған екпін түсіру, немесе ол сөзді баяуырақ қарқынмен оқу, осындай тәсілдермен осы сөздерді ерекшелеу керек. Сонымен бірге қарқынды өзгертіп отыруға, әуезді құбылтуға да әбден болады. Бірақ дауысты тым ойнақшытып, бір сарыннан екінші бір сарынға күрт ауыстырып отыру, ол енді тыңдарманның құлағын шаршатып жібереді, қабылдауын қиындатады. Енді тағы да бір осы стильдің ауызша формасының ерекшелігі, ой екпінімен айтылған жаңағы біз айтқан бағалауыш мәнді тірек сөздерде дауыс қаттылығын жоғарылатып, бірақ оны тым үлкен мәндермен емес, орташа мәндермен берген дұрыс. Енді дауыстың қаттылығын жаңағы негізгі сөздерде екпін түскен, ой екпіні түскен сөздерде шығару керек дейміз, бірақ қатты шығарып жіберсе тағы да болмайды. Тиісті жерінде эмоциялық паузаларды қолданған абзал. Бағанағы сіз айтқан люфт паузалар дедіңіз ғой, сондай паузаларды қолданған дұрыс. Өйткені тыңдарман паузаны қойған кезде елең етіп, ары қарай мазмұн не болады екен деп назарын тез шоғырландыра қояды. Енді осындай паузаның сондай эффектісі бар екен деп, оны қайта-қайта қолдана бергенде тыңдарман шаршатып жүреді. Сондықтан дегенмен оларды шектен тыс көп қолданса, онда сөздің мәнері болмай қалады. Міне, публицистика стиліндегі ауызша сөздің интонациясы осындай. Бір қысқаша мысал келтіріп кетсеңіз. Енді қазір мен мұнда бір мәтінді оқиын, мысалы. Қарттардың үмітін сөндіріп алмайық. Жас отан мүшелерінің ұраны осындай деген газеттен алынған мәтін. Енді осы мәтінді мен бір радио хабарда айтып тұрмын деп елестетелік. Қазан айының 1-нен бастап бүкіл Қазақстан бойынша зейнеткерлерге, соғыс ардагерлері мен мүгедектерге жан-жақты жәрдем көрсету мақсатында ұйымдастырылған "Менің қарттарым" атты республикалық жастар әлеуметтік акциясы өтіп жатыр деген сөйлем. Енді осыны қате оқып көрейікші. Қазан айының 1-нен бастап бүкіл Қазақстан бойынша зейнеткерлерге, соғыс ардагерлері мен мүгедектерге жан-жақты жәрдем көрсету мақсатында ұйымдастырылған "Менің қарттарым" атты республикалық жастар әлеуметтік акциясы өтіп жатыр десе, мен көп пауза жасап қойдым, көрдіңіз ба? Ол көп жағдайда байқаймын, диктордың демі дұрыс қойылуы керек. Эфирге шығар алдында, микрофон алдында. Сондықтан болып жатады деп ойлаймын. Ол бірінші себебі. Керек емес паузалар мағынасын өзгертіп жіберуі мүмкін. Өте дұрыс. Ол бір себебі. Тағы да бір себебі бар. Диктор мынау мәтіннің мазмұнын түсінбейді, паузаны қоймайтын жерде қояды. Паузаны қоймайтын жерде қойып қалу мүмкін. Осы жерде бір кідіріс жасайыншы кішкене, мынау бір жақсы сөз сияқты дейді, ал сөздің, сөйлемнің түгел мағынасын білмейді. Осындайда қателіктер кетіп жатыр. Өкінішке орай қазір естіп те жүрміз. Бір өкініштісі, сондай да бар. Түсінікті, көп рахмет.
Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.